Солтүстік Қазақстан облысында пандемия басталғалы коронавирус барлығы 44.338 адамнан анықталған. Оның 81%-і дерттің симптомды түріне шалдыққан. Облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Арман Күшбасовтың мәліметінше, өңірде соңғы 2 аптада коронавирус инфекциясының таралуы 2,5 есеге азайған. Осыған байланысты аймақта бірқатар карантиндік шектеулер жеңілдетілді. Елімізде енді ашық ауада маска тағу міндетті емес, сондай-ақ сары және жасыл аймақтарда ашық қосымшасын пайдаланбауға болады. Сонымен қатар әлеуметтік қашықтықты сақтауға қойылатын талаптар мен міндетті термометрия алынып тасталды. При этом ношение медицинских и тканевых масок для населения обязательно. Бұл ретте қоғамдық орындарда медициналық маска тағу міндетті. Коронавирусқа ұқсас ауру белгілері бар адамдарда сақтық шараларын сақтау қажет. Сондай-ақ жұқпалы індетпен ауырған адамдарда жасыл мәртебенің қолданылу мерзімі 6 айға дейін ұзартылды. Жалпы бүгінгі күнге дейін вакцинаның алғашқы компонентін 304.295 адам салдырды, ал екіншісін 292.666 азамат алған. Ал ревакцинациядан 100.886 адам өтті. Бүгінде өңір жасыл аймақта жағдай біртіндеп оңалып келеді дейді өңірдің бас дәрігері Нұрлан Айманов. Қазіргі таңда инфекциялық стационарларда 62 адам емделіп жатыр. Оның 7-і ауыр халде. На сегодняшний день у нас уже Бүгінде ауруханада емделіп жатқан 62 науқастың 90%-дан астамы вакцина алмаған. Негізі қаңтар-ақпан айларында инфекциялық стационарларға 1000-ға жуық адам түсіп жатты. Бірақ тұрғындар жаппай ревакцинациядан өте бастаған кезде ауырып жатқандардың саны төмендеді. Сондықтан баршамыз уақытында вакцинациядан өтуіміз қажет. Айта кетейік, бүгінде аудандық ауруханаларда коронавирустан емделіп жатқандар жоқ. Нұрбол Балғабеков, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.